Думан Рамазанның қос ішек әңгімесі. Асқан ақыл парасатымен қол астындағы қалың елді аузына қаратып, сүттей үйітіп отырған Алашабыр ханның бет әлпетіндегі қара дақтарына қарап жұрт осылай атап кеткен. Ордасы таң азаннан бері абыр-сабыр күйде. Қаланың қақ төрінде орналасқан еңселі хан сарайының сырты қандай айбатты көрінсе, іші де сондай айбарлы. Сырттай қараған адамға бүгін ерекше сұсты қалып танытқандай. Күйдірілген қызыл қыштан әсемделіп соғылған сарай ішіндегі алтын тақта қисая отырған ханның ашаң жүзі қара барқынданып кеткен. Өні сынық, шеке тамырлары білеуленіп, қасқабағы жиырыла түскен. Әлсін-әлсін дүрдек еріндері дірілдеп, шиырылған жіңішке қара мұрты жыбыр-жыбыр етеді. Қанталаған қос жанары сарай ішіндегілердің қимыл қозғалысын қалт жіберер емес, шерге кіріп кетсе де, қызымды алып қашқан сұмырайды таптырып. Өз қолыммен бақыртып бауыздамай, көңілім жай таппас. Әйтпесе, бұл жайттың жеті атамыздан бері хан тағына иелік етіп келе жатқан біздің әулеттің сүйегіне өшпестей таңба болып жабысары хақ. Іштен шыққан шұбар жылан. Сенің де сазайыңды тартқызармын. Бәлем. Ауыр ойлар еңсесін езіп, басын шырмауықтай шырмаған сайын жаралы жолбаршы күдірейе түседі. Ойы онсақта. Тағатсыздана елегізіп отырған ханның көз алдына еркетатай қызының еркелей тіл қатқан сүйкімді келбеті елестеп, тұла бойы тітіркеніп кетті. Тірімекен өзі. Әй, бірақ, бұлай достың күйінішіне, дұшпанның табасына қалдырып, абырой беделімізді айрандай төккенше, жер басып жүрмегені жақсы еді. Жоқ. Ал жасқан басым не ойлап кетті, өзі. Ол ойнақшыған отты жанарымен жағалай жайғасқан бек, сұлтандарға ызғар шаша қарады. Сырттай мүләйімсе қалғандарымен іштеріңнен сақсақ күліп, сықсиып отырсыңдар-ау. Білем. Мен бәрінде білем. Кімнің ішінде не олып жатқанын. Сарай ішіндегілерді көзімен бақылап отырған қаһарлы хан шоқша сақалды. Қушиған қара шалға көзінің астымен сүзте қарады. Араға сөз жүгіртіп, біреуді біреуге айдап салып, өзің түк білмегендей тымпиып жүретініңмен, бәрін бүлдіретін сен екеніңді білемін. Орайыңды тауып, өмірем қаптырмасам, тыныш ұйықтата қоймассың. Кәрі қақпас. Хан ойын аяқтай алмады. Сарай есігі айқара ашылып, өркеуде Есербай батыр жанына ерткен қос нөкерімен қолына кісен салынған жас жігіт пен қызы Айкүнімді алып кірді. Алдыға суырылып шығып, өңмендей басып келе жатқан Есербай батыр хан тағына тақай бере көк найза ұстаған оң қолын кеудесіне апарып, маңғаздана тізе бүкті. Құдіреті күшті хан ием, тапсырмаңыз орындалды. Қаратаудағы үңгірге тығылған жерлерінен ұстадық. Хан оның сөзіне онша құлақ аспады. Ләммем деп тілде қатпады. Кең тыныстады да, босағадан аттай бере қан сөлсіз сөлбірейіп тұрып қалған қызына көз тастады. Сарай маңында еркек кіндікті құрып қалғандай, жаман жаутікпен көңіл қосып, жалғыз аттының соңынан ергенің қалай. Құлыным. Мұндағы үлде мен бүлдеден бас тартып, айдаладағы таутасты кезген пақырдың етегінен ұстағаннан не пайда табам деп ойладың. Қолыңнан қақпай, маңдайыңнан шертпей-ақ өсіріп едім. Сондағы көрсеткен қызық, рахатың осы ма? Ханның басы айналып, көзі қарауытты. Бойындағы ыстық қаны шапшып, басына шықты. Ойнақшыған отты жанары қашқын жігітке қадалды. Басына пұшпақ бөрік, үстіне мауыты шекпен киген оның бет әлбетінен ешқандай қаймығып, қамыққандық байқалмайды. Демін ішіне тартып, үнтүнсіз бедірейе қалған. Безірейе қалуын қарашы, жаман неменің. Иманыңды үйре бер, сілімтік. Текеше бақыртып, өз қолыммен бауыздамасам. Томағасын сыпырып тастаған қырандай қомдана түсіп, орнынан ширақ көтерілген ызалы хан беліндегі болат қанжарды қынынан суырып алды. Барымташы батыр.
аузыңа қан құйылар алдында айтар арыз уәжің болса, айтып қал. Өкініш өзегін өртеп, өз ернін өзі тістелеп тұрған жас жігіт тосылып тосырқаған жоқ. Қашып кетпейтініме көңілің сенбесе де, көзің жететін шығар. Алдымен қолымды босат. Ғашық жүрегімді жегідей жеген арман, мұңымды домбырам айтып берсін. Деді мұңлы жанарын тіке қадап. Мырс етіп, миығынан күлген хан есік аузында кірпік қақпай, қасқайып тұрған жасауылға қарап, иек қақты. Шешіңдер қолын, арманда кетпесін. Хан әмірі екі етілмеді. Бұғаудан қолы босаған жігіт арқасына асынған үкілі домбырасын алып, құлақ күйін келтірді де, қағып-қағып жіберді. Сол-ақ екен, домбыра көмейінен ауыр күрсінген адамның даусы естілгендей болды да, іле-шала күмбірлеген қоңыр үнге ұласты. Бірте-бірте күйшінің домбыра шертісі күшейіп, сарай ішінде сезім арбайтын сиқырлы әуен қалықтады. Ойын аулап, бойын баурап бара жатқан әуезді сазға елтіген Алашабыр хан қолындағы қанжарын қынына салып, тағына сылқ етіп отыра кетті. Егізі шектен төгілген сырлы сарындар перне басқан сайын қырық құбылып, жанын тебірентті. Көлдің шуылын, желдің өлін, қамыстың сусылын, торғайдың шырылын, қарғаның қарқылын құлағына әкелді. Көз алдына қанаттарын сабалаған қос аққудың көл бетінде қалықтай жүзгені, көк жүзінде саңқылдай ұшқаны елестеді. Кенет, мылтықтың шаңғы еткен даусы шыққандай болды да, екі көзі жұмулы, күй ырғағымен тербетіліп отырған хан селк ете түсті. Сол мезет сыңарынан айырылған жалғыз аққудың сыңсыған үні жетті құлағына. Бұл не өзі? Шынымен домбыраның үні ме? Неткен ғажап. Қатулы қабақ бір түйіліп, бір жазылды. Шабыттана шиыршық атқан күйшінің домбыра қағысы одан сайын жиілеп, бір сәт сарай ішін мұңды әуен кернеді. Ылықси төгілген қайғылы сарындар арасынан жас қыздың орны толмас өкінішпен өксіген зарлы дауысы құлағына жеткенде, ханның жүрегі үліпілдей соғып, төбе қиқасы шымырлады. Мынау менің ай күнімнің дауысы ғой. Шылдырлаған шолпы да, сыңғырлаған сырға да соныкі. Иә, бәрі. Бір уақытта күңірене күмбірлеген домбырасының үстіңгі шегін тырс еткізіп үзіп жіберген күйші босап кеткен астыңғы ішекті сабалап отырып қалды. Жалғыз ішекті қанша ұрғыласа да, тарсылдаған, шаңқылдаған, шиқылдаған мағынасыз дыбыстардан басқа, жартымды ештеңе шығар емес. Осы кезде жанарынан тарамдалып, аққан ыстық жас сақалын жуған кәрлі хан сезім селін тоқтата алмады. Орнынан сылбыр көтеріліп, күйші жігітке жақындап келіп, сабырлы үнмен салқын ғана тіл қатты. Қызымды алып қашып, хан басымды масқаралағаның рас. Бірақ сен жалғыз ақ адамның, яғни менің ғана алдымда кінәлісің. Ал, күй бүкіл қазақтың рухани азығы. Сенің өліміңді мойныма жүктесем, сауықшыл қалың елімнің алдында күнәһар боларым хақ. Сол үшін қызымды да, өміріңді де қидым. Махаббаттарың баянды болып, мына күңіренген домбыра өмірде қос ішектей шертіле беріңдер. Қарақтарым. Кесімді сөзін айтып, кесек мінез танытқан кемеңгер хан жүгіріп келіп, құшағына енген қызының маңдайынан иіскеп, бауырына қысты. Бағанадан бері бастарын төмен салған күйі тұнжыраған қалып танытып, іштерінен тынып отырған бек сұлтандардың да жүздерінде жылылық лебі есіп, өзара қауқылдаса бастады.